Ай мектеп. Гүл өсірсең терлеп, мұның аты еңбек. Кесте тіксең зерлеп, мұның аты еңбек. Қырға шықсаң өрлеп, мұның аты еңбек. Қиындықтың бәрін еңбек қана жеңбек. Дана, бұл кімнің өлеңі? Авторы Нұрхан Жанаев. Жақсы тақпақ екен. Дана, сен еңбек еткенді ұнататын адамды қалай атайтынын білесің бе? Білем, еңбекқор. Еңбекқор сөзіне қарсы мәндес сөзді ше? Жалқау, еріншек. Білесің бе, еңбектің пайдасы көп. Ол адамды тәрбиелейді, жігерлендіреді, күш береді, қуантады, бақытты етеді, өмір сүруге үйретеді, үнемшіл болуға үйретеді, ширатады, шынықтырады. Иә, біздің атамыз адал еңбек адамды қуанышты сезінуге, өзіне деген сенімділікке жетелейді, бақытқа, байлыққа жеткізеді. Еңбек сүйгіш адам айналасына да сыйлы, беделді болады деуші еді ғой. Менің де айтпағым осы еді. Егер еріншек деген кеселді өзіңе жолдас етсең, онда бақыт та, байлық та, сый да, бедел де болмайды. Бұлардың кілті еңбекте ғана. Шәкәрім атамыз бұл туралы былай деген: еріншектен салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қоңын жуа алмас, харекет жоқ, ғылым жоқ, өз бойынан ұялмас. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Міне, осылай еріншектік адамды адам сияқты өмір сүруден қалдырады, оның бойындағы жақсы қасиеттің барлығын бір-бірлеп жоя береді. Мен енді түсіндім. Еңбек бәрін жеңбек дегенде, еңбектің жеңетін жауы жалқаулық екен ғой. Жалқаулық адамның барлық жақсы қасиеттерін жоя алады. Ал ол мықтыңды жеңетін тек қана еңбек. Еңбек қуаныш, жалқаулық айырылмас азап. 8-ші сабақ. Еңбек. 1-ші тапсырма. Тыңда, суреттерге қара. Сұраққа жауап бер. Гүл өсірсең терлеп, мұның аты еңбек. Кесте тіксең зерлеп, мұның аты еңбек. Нұрхан Жанаев.